Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Қазір мен сіздерге жанама және нормальдың теңдеуі жайлы бір ауыз сөз айтпақпын. Қазір сіздермен біз қандай да бір қисыққа жүргізілген жанаманың теңдеуін және де сол жанамаға жүргізілген немесе қисыққа жүргізілген нормальдың теңдеуін табу туралы сөз қыламыз. Ең бірінші бұны шығару үшін біз ең бірінші кезекте туынды арқылы табылатын жанаманың теңдеуін білуіміз керек. Яғни y азайту y0 тең k x минус x0 деген бұл біздің осы уақытқа дейінгі білетін жанаманың теңдеуі. Бұл ең маңызды дүние. Себебі нормаль теңдеуін тапқан кезде біз осы жанамамен өте тығыз байланыста жұмыс жасайтын боламыз. Сондықтан қойып келесі айтатын мәселе ол бұрыштық коэффициент. Бұрыштық коэффициент, сіздер білесіздер, белгіге кез келген функцияның туынды тауып, қандай да бір x0 нүктедегі жаңағы туындының x0 нүктесіндегі мәнін туындыға қойып шығарған кезде біз бұрыштық коэффициентті анықтайтынбыз. Енді біз нақты болу үшін мына жерде мен сіздерге міне қисық көрсетіп қойдым. Қандай да бір қисық, сол қисыққа мына қызыл сызық жанама. Ал мынау көк сызық нормаль. Сол кезде нормаль дегеніміз ол қандай да бір бір түсуді екінші түсуге нормаль деп айтамыз, егерде олар перпендикуляр болса. Яғни перпендикулярлықтың шарты бойынша, егерде бізде жанаманың, мынаны жанама дейік, мынау нормаль. Сол кезде жанаманың бұрыштық коэффициентін kj дейтін болсақ, онда нормальдың бұрыштық коэффициенті перпендикулярлықтың ережесі бойынша km болады. Міне. Осы ережені жадымызда ұстайтын болсақ, есептен ешқашанда жаңылмаймыз. Енді қазір есеп шығарып көрейік. Ең бірінші бізге мысалға берілген функция бұлай болсын. Y тең 2x квадрат қосылған 9. Осы қисыққа x тең 2 деген нүктеде жүргізілген жанаманың теңдеуін тапты. Яғни x тең нүктесінде жүргізілген жанама теңдеуін жазу керек. Теңдеуін. Енді жаңағы сарымен боялған жердегі ереже бойынша бізге қажетті дүниелер немесе ең бірінші жанаманың теңдеуін жазып кетейік. 0. Сол кезде бізге ең бірінші қажетті нәрсе y0. y0 деп отырғанымыз, ол берілген функцияны біз f дейтін болсақ, сол біздің x0 деп отырғанымыз мына берілген нүкте. Берілген нүкте x0. Яғни ең алғашқы функцияның 2 деген нүктедегі мәнін тауып алайық. Ол кезде 2 көбейту 2-нің квадраты қосу 9. Демек 8 17 болады. Екінші бізге керек коэффициент, бұрыштық коэффициент. А бұрыштық коэффициент дегеніміз ол f' x0-ға тең. Демек біз берілген функциядан туынды табуымыз керек. Берілген функцияны туынды табатын болсақ, міне 2x квадраттан туынды табайық, қосылған 9-дан туынды табайық. Бұдан туынды табатын болсақ 4x, ал 9 туындысы 0. Сол себепті енді біз f' x0-ды қоятын болсақ, яғни y' деп айтуымызға болады. 2-ні қойып шығаратын болсақ, бізде бұрыштық коэффициентіміз сол кезде міне 8-ге тең болды. Енді ары қарай. Сол кезде бізде қажетті дүниелердің барлығы табылды. Енді мына бір формулаға кеп қоя салам. Яғни үшінші жағдай. Үшінші қадам y азайтылған y0 менің мына жерде болды. y0 17 тең. Енді бұрыштық коэффициенті міне тұр. Бұрыштық коэффициентті таптық. Міне 8 жақшаның ішіне x азайтылған x0 қайтадан 2. Енді бұны толық шығаратын болсақ, x-ке тәуелді функция қылып жазатын болсақ, мұнарда 8x жақшаны ашқан кезде, одан кейін былай ашқан кезде минус 16, және мына минус 17-ні осы жаққа берсек, плюс 17 болып келеді. Демек, біздің есебіміздің түрі 8x
қосу 1 деген түрге келеді. Яғни біз іздеген жанаманың теңдеуін таптық. 8x қосылған 1. Бұл жанаманың теңдеуі. Енді бізге айтатын болса, осы нүктеде жүргізілген нормальдың теңдеуін тап десе. Нормальдың теңдеуін тап десе, біз бағана айтқан ережеміз бұрыштық жанаманың бұрыштық коэффициенті мен нормальдың бұрыштық коэффициенті бір-біріне кері. Нормальдың бұрыштық коэффициенті бір-біріне кері. Демек, мен дәл осы жанаманың теңдеуін қолданам. Міне ең бірінші берілген y минус y0 тең k x минус x0. Яғни мен мына k-ның орнына бағанағы жанамағының бұрыштық коэффициентті кері санды қолданам. Яғни бізде жанаманың бұрыштық коэффициенті 8 болатын, онда мен нормальдың бұрыштық коэффициентін алам, ол минус 8-ден 1 болады. Яғни екеу бір-біріне кері шама. Кері деген сөз көбейтіндісі минус 1-ге тең болу керек. Демек, сол кезде мен мына k-ның орнына y минус y0 тең минус k-дан 1 деп айтуыма болады міне. X азайту x0. Енді жанама сол кезде нормальдың теңдеуі, нормальдың теңдеуін жазғалы жатырмыз. Нормаль азайтылған кәдімгі y0, y0-іміз ол 2, y0-іміз 2 деп қойған, y0-іміз 17. 17, y0 азайтылған 17, бағанағы тапқанымыз бойынша минус 8-ден 1, x азайтылған x0 жаңағы 2-ні қойып шығарамыз. Сол кезде мұқият есептейік. Осы жерде көп балалар қателеседі. 17 тең 1-ден 8-ді мына жаққа шығарып жүрейік. 8-ді осы жаққа көбейтіп жүрейік. Сол кезде мұнарда минус x қосылған 2 қалады. Сол кезде бізде жанама нормаль. Сол кезде ары қарай толық шығаратын болсақ 8y азайту 17-ні 8-ге көбейтеміз. Көбейту 8 тең 136 тең плюс 2. Мына жерде ешқандай қателер орындалған жоқ. Демек, y 8y тең минус x қосылған 138. Осындай түрде берілді. Немесе оны шамдап жазатын болсақ, 8-ге бөліп жазатын болсақ, x-ке тәуелді функция етіп жазатын болсақ, бұдан 8-ге бөліміз өсі минус 8-ден 1 x және 138-ді бөлсек 8-ге қалдықпен шығады екен. Сондықтан біз жеткенше шығарайық. 17,4-тен 1 екен. 17,4-тен 1. Яғни мынау біздің пайда болған нормальдың теңдеуі.